Авторлық бағдарламаға платформаға тіркелу үшін ең алдымен тіркелу деген басамыз. Басқан ағымда фамилия тұрады. Өзіміздің фамилиямызды жазамыз. Мен кіммен толтырылған Шакеева жазылып тұр. Аты жөніңізді жазасыздар. Сосын отчество жазасыздар. Одан кейін мына жерге email адресін белгілейсіздер. Бұл email адресі сіздің логиніңіз болып табылады. Жұмыс орнын жазасыздар. Толықтырып. Одан кейін ұйымның түрін таңдайсыздар. Мына жерде біз жалпы орта білім беру ұйымы деп жазамыз. Одан кейін міне логин. Жаңа email адресі, мен Gmail адресін жаздым. Ол бізде логин болып айналды. Бұны еске сақтаймыз. Одан кейін пароль. Парольді жазасыздар. Пароль 8 таңбадан тұру керек. Бір латынның бас әрпін жазасыздар, бір латынның кіші әрпін жазасыздар. Пароль жазғаннан кейін парольді міндетті түрде растайсыздар. Одан кейін осы парольді және логинді өздеріңізге сақтап қою керексіздер. Егер де бұны ұмытып қалатын болсаңыздар, екінші мәрте бұнда кіре алмайсыздар. Одан кейін ережемен танысу дегенге мында галочка қоясыздар. Ережемен таныстым деген жеке деректерімді өңдеуге келісемін деп галочка қоясыздар. Сосын тіркелу батырмасын басасыздар. Тіркелу батырмасын басқаннан кейін сіздердің жаңағы мына жерде жазған email адрестеріңізге сілтеме келеді. Сосын өздеріңіздің Gmail немесе жаңағы почтаңызды жазасыздар. Соның ішінде входящийда тұрмайды, ол спамда тұрады. Спамға кіресіздер, ашасыздар. Ашқан кезде мына жерде сіздің логиніңіз жазылады және сілтеме тұрады. Осы сілтемеге өткен кезде автоматты түрде жаңағы сіздің логиндарыңыз шығады. Сол логинға міне өздеріңіз аттарыңызды кіресіз, сосын кіру дегенді басамыз. Кіргеннен кейін міне мынау сіздердің страницаларыңыз болып табылады. Осы кезде сіздер жеке кабинетіңіз, жеке кабинетке кіргеннен кейін жаңа өтінім деген батырманы басасыз. Жаңа өтінім деген батырманы басқаннан кейін өтінім қалдыру дейсіз. Одан кейін авторлық бағдарламаны осы да жүктеуге болады. Жұмыстың материалдың атын жазасыздар міндетті түрде. Жұмыстың түрі мынаның ішінде таңдайсыздар. Әдістемелік құрал ма, оқу әдістемелік құрал ма, бағдарлама ма, жинақ па, жұмыс дәптері ме, өздеріңіз таңдап аласыздар. Оны таңдап біткеннен кейін өздеріңіздің егер жеке жалғыз өздеріңіз болса, онда ары қаратай ештеңе жазбайсыздар. Мында міне мақсатты аудиториясы берілген. Сіздердің авторлық бағдарламаларыңыз кімдерге арналған, қай сыныптарға, соны жазасыздар. Пән, мысалы қандай пән, өздеріңіздің мында батырман бассаңыз пәндер шығады, соны белгілейсіз. Соавтор, яғни сіздің авторлық бағдарламаңызда қосымша тағы бір автор болса, екінші автор, ол екінші автордың аты жөнін жазасыз. Егер үшінші автор болса, үшінші авторды қосасыздар. Одан кейін мына жерде сіздерге құжаттар тізімі кетеді. Құжаттар тізімі служебная записка дейді. Қызметтік хат, оған мына жерде жүктеу деген загрузить деген батырманы басасыз. Сол кезде өзіңіздің, мысалы, қай жерде тұр ол сізде компьютерда тұрса, соны қайта жүктей аласыз. Протоколды да осында жүктейсіздер. Протокол және қызметтік хатты мектептен аласыздар. Список и копия публикация деген бар. Мына жерде сіздердің мақалаларыңыз. Ол үшін міндетті түрде мақалаларыңызды жазасыздар, оны кестеге саласыздар, растайсыздар, қолдарыңызбен қойып, одан кейін сол мақалалардың көшірмесін бір PDF файлда осында жүктейсіздер. Рецензия внутренний дейді, бұл мектеп ішілік рецензия, міндетті түрде шеберден болу керек. Рецензия внешний дейді, бұл сыртқы рецензия. Сыртқы рецензия міндетті түрде ғылыми дәрежесі бар, жоғары оқу орнында жұмыс жасайтын қызметкерден алу керек. Доцент немесе кандидат болу керек. Акт внедрения, ендіру актісін мектептен аласыздар. Мына жерде міндетті түрде ендіру актісына білім сапасын көрсетіп өту керексіздер. Келесі справка антиплагиат. Справка антиплагиат, ол антиплагиаттан өтті деген справка. Осыны алып жүктейсіздер. Бұл қалалыққа берген кезде. Осы авторлық бағдарлама, мұнда авторлық бағдарламаны PDF форматында осында жүктейсіздер. Барлық құжаттарды жүктеп біткеннен кейін тексеруге болады. Мына жерде бассаңыздар, өзі тексеру шығады. Соны тексеріп өтсеңіздер болады. Одан кейін барлығын тексеріп, барлығы дұрыс деген кезде тексеруге жіберу, отправить дейсіздер. Ал егер де сіз республикалыққа жіберетін болсаңыздар, мына жерде қалалықтікін жасаласыздар, одан кейін мектепшіліктікін. Қалалық пен мектепшілікті бір PDF файлға біріктіресіздер, сосын соны жүктейсіздер.